Ата-заңымызға сәйкес балаларымыз армияға барып табытпен деп жатыр. Әділдікті талап етеміз. Жаңа реформа талап етеміз. Бұл реформа орындалмайтын болса, біз осы жерден кетпейміз. Сондықтан осы реформаға бүткіл Қазақстан Республикасының үкіметі атсалысып, талап етілсін, орындалсын. Егер бұл реформа орындалмайтын болса, біз ата-аналар тоқтата алмай қаласыздар, біз көп болып келеміз. Сарбаз өліміне неге бір жұмысқа береді? Oldu analar muhtemel girdi. Başsaldı analar bәріңе жауап бересіңдер аналардың алдында. Аналардың көзжасы жібермейді, қалыптасады. Аналар енді тоқтамайды, жауапсыздықпен күреседі. Үстінде қабылдау жүріп жатыр екінші қабат. Неге камераға бермейсіздер онда рұқсат? Енді мен сіздерге түсіндіріп болайын. Сұрақ қойдыңыз ғой, мен аяғына дейін жауап берейін. Толыққанды қабылдау жүріп жатыр. Біз өзі жүргізіп жатырмыз. Сол үшін сіздердің қосымша талаптарыңыз. Реформаны көрсетіңіздер, Гүлмира. Басқа адамды босату бұл іске қатысы жоқ. Регламент бойынша 9 адам арыз жазғансыздар, біз 9 адам қосымшадағы тізімнен тыс адамдарды қабылдауға әзірміз. Бірақ бұл жердің өзінің регламенті бар, бұл орталықтың бұл жерге видео телефонды алып кіретін. Енді қараңыздар. Біздің құзырет емес. Осы жердің орталықтың регламенті. Регламентінен жоғары ма? Кіріңіздер. Әй, азамат, тоқтай тұр. Тоқтай тұр. Кіріңіз. Тоқтай тұрмайын мен. Сонау Кіріңіздер. Біз екінші қабаттан күтіп отырмыз. Бірақ журналистерге біз жауап бермейміз. Ол жерде өз жердің құзыретті өзінің адамдары бар. Любой есік төгіп тұру керек. Şöyle kabuldan жүріп жатыр. Заңға бағынып, кіріңіздер.